17 сәуір Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, журналист, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Әлманбет Әлішті еске алуға арналған 2013-2014 жылдары туылған жасөспірімдер арасында футболдан облыстық ашық турнир өтті. Аталған спорттық шараның мақсаты жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, жас спортшылардың шеберлігін шыңдау. Сонымен қатар Әлманбет Әліштің тағылымды өмір жолы мен шығармашылық мұрасын кейінгі ұрпаққа үлгі ету болды. Әйтеке би кентіндегі Қазал спорт клубында өткен турнирге аудан әкімі Алмасбек Исмаханов қатысып, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ ол туған өлкенің өсіп өркендеуіне зор үлес қосқан ардақты азаматтың елге сіңірген еңбегі мен өнегелі жолы бүгінгі жас ұрпаққа әрдайым үлгі екенін атап өтті. Ағамыз, өздеріңіз білесіздер, сонау 20 жастан енді ғана асқан уақытта осы Үрмәш Тынтыбаев ағамыздың еңбегін зерттеп, Латвия мемлекетіне барып, бір емес, бірнеше рет бардым, көп жылдар барып, осы жерден сол жаққа біздің арнайы делегацияның бірнеше барып, Үрмәш Тынтыбаевтың рухына тағзым етіп, ол кісінің жеткен жетістігін, алған асуын, бағындырған белесін, кешегі қан майдандағы ерлігін біздің сыр өңір халқы емес, қазақ халқына дәріптеуде өзінің еселі еңбегін бізге жеткізді. Соның ішінде ерекше ағамыздың өзінің жүрек жарды повестері, романдары, әңгімелері, эсселері ел жадында сақталып қалды. Соның ішінде батыр болып тумайды повесі және бәйтеректің бұтағы көптеген романдары біздің қазір халық сүйіп оқитын үлкен әдебиет жауһарына айналды. Ағамыз тек қана елге қызмет жасаған жоқ, ағамыз кадрлар тәрбиеледі, мамандар тәрбиеледі. Сонау баспа саласында, партия саласында, әкімдікте қызмет жасаған азаматтарға бағыт бағдарын берді. Ағамыздың көзі тірісінде біздің Әлманбет ағамыздың шаңырағына сонау жазушылар одағының төрағалары, қаншама мемлекет және қоғам қайраткерлері осы елге келіп, ағамызбен тұздандас болып, елдегі атқарып жатқан жұмыстарды бірге осы жерде куәгер болған өздеріңіз жақсы білесіздер. Әлманбет Әлішев 1939 жылы 14 сәуір Қазалы ауданы Аранды ауылдық советінде дүниеге келген. Оның алғашқы өлеңдері Қазалы аудандық социалистік жол газетінде 1957 жылы басылған. Сондай-ақ ол 1960-1961 жылдары Алматы қаласынан шығатын темір жолшы газетінде әдеби қызметкер, кейін Қазалы аудандық комсомол комитетінің бірінші секретары, Қазалы аудандық Ленин туы мен Қазыналы Қазалы газетінің редакторы қызметтерін атқарған. Кейіннен Әлманбет Әлішев мектебіне келген кезде редактор болды. Сол кезде тілші деген не екенін, журналист деген не екенін ұға бастадым. Өйткені Әлманбет Әлішев ағамыз жас тілшілердің мектебін ашты. Бұл облыс бойынша жалпы мен газетті көп оқитын адаммын. Олай мектеп ашқан редакторды көрген жоқпын, естіген де жоқпын. Сол айтайын дегенім, енді мен өзім ұстаз табудан өзі бақытты адаммын да. Өйткені Әлманбет Әлішевтей жаңағыдай терең ойлайтын, жастарға жаны ашитын, және әрбір жазған мақалаңызды, өлеңдеріңізді сұрыптап қарап, өзіңмен әңгімелесе отырып, қалай жазу керек екенін, кейбір жерлері қалай келтіру керек екенін, соның бәрін бізге жаңағыдай ауызша мұғалім сияқты үйрететін. Жалпы біздер Әлманбет атамызбен Нағима әжеміздің тәрбиесін көріп өскенбіз. Атамыз жалпы өмірге құштар жан болатын. Ол кісі мына болдым, тойдым, жеттім деген адам емес. Еш уақытта тоқтаған жоқ. Жұмыс істеуді де, еңбек етуді де тоқтатқан адам емес. Қоғам үшін, ел үшін деп еңбек етті. Көзі ауырғанмен де ол кісі редакцияның жұмысында тоқтатпаған болатын. Біздер, яғни мен және де сіңілім бар, екеуміз кезектесіп атамызға осы редакциядан келген қағаздарды оқып беретінбіз. Ол жерде бізге айтады, қандай тыныс белгі бар, сол қандай тыныс белгі, соны біз бәрін айтып береміз, ол кісі жөндеп беретін тұғын. Болмаса мына жерге мынадай тыныс белгі қою керек, мына газеттің мына айдарын мынадай тақырыппен бастаған жөн болады деп, соның барлығын бізге айтып отыратын, жөндеп отыратын біз солай. Ол кісі көз ауырғанмен де еш уақытта жұмысын тоқтатпады осылайша деп. Ол кісі сондай
өмірге құштар, мақсатшыл сондай адам болатын. Еш уақытта берілген жоқ, ауырса да сол елге деп қызмет еткен адам болатын. Мына экологияны да Ұзақбай Қарамановпен бірге жүріп, осы Қазалы ауданында экологиялық аймақ ретінде танытқан да осы кісі болатын. Бізге уақыт белдеуінде қайтарған атамыз болатын. Бізде қаншама еңбегі бар ол кісінің. Ол кісі бізді мына жерің дұрыс емес, ана жеріңде былай айту керек деп былай үйретпеді. Қайта біз ол кісінің сөйлеген сөздеріне қарап, істеген іс-әрекеттеріне қарап біздер тәрбие алдық. Біз осылайша тәрбиеленген болатынбыз. Біз осындай атамыз бен әжеміздің өнегелі өмір жолынан үлгі алып отырмыз. Қазіргі таңда сол атамыз салып кеткен сара жолмен біздер келе жатырмыз деп айта аламыз. Керуеннің басы қалай жүрсе, соңы да соған ілеседі дейді ғой. Соның қазіргі таңда жемісін көріп жатырмыз деп айта аламыз. Атамыз бен әжеміздің көрген алған тәрбиеміздің арқасы деп білеміз. Осы облыстық турнирді ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Біздің атамыздың қоғамға қосқан үлесін, еңбегін елеп, осындай үлкен етіп турнир ұйымдастырғанына біздер алғысымыз шексіз. Облыстық турнирде Қазалы ауданының спортшыларымен қатар Қармақшы, Арал, Сексеуіл және Қызылорда қаласынан келген командалар бақ сынасты. Жалпы жарысқа Қазалы ауданынан бірнеше команда қатысып, барлығы 9 команда өзара мықтыны анықтады. Осы жарысқа біз Аралдың атынан келіп тұрып, біз қаншама дайындықпен осы жарысқа терлеп, қанша еңбегімізді салдық. Біз финалдық бәсекеде Қазалы командасымен ойнадық. Енді ойында қандай қиындықтар болды? Ойында соперник жабу, сондай қателіктер болып қалды. Өзіңнің жігіттерің қалай ойнады, қандай ойын өрнегі? Мен жігіттерге ешқандай ренішім жоқ, бәрі жақсы ойнады, тырысты, өзінің туған жері үшін бәрін дайын болды, жақсы. Бүгінгі жеңістерің туралы айтып өтсеңдер. Бүгінгі жеңіс туралы өте қуаныштымыз, ешқандай ренішіміз жоқ. Алдағы жарыстарға дайындық бұйырса жақсы дайындықпен келеміз деген үміттеміз, чемпион боламыз деген үміттеміз. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған жүлдегер командалар арнайы дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар жарыс жас спортшылардың тәжірибе алмасуына мүмкіндік беріп, олардың спортқа деген қызығушылығын арттырды. Назым Қараева, Ерқанат Асаутаев, Думан Артықұлы, Серік ТВ телеарнасы.